Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге дәмді және жұп-жұқа құймақтар жасайтын боламыз. Ең бірінші менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Енді 3 жұмыртқамызды шағып, қант қосып жақсылап араластырамыз. Сүт қосамыз. Ванилинімізді қосамыз. Май құямыз. Кішкене ас содасын салып, ұн салып, біркелкі масса шыққанша араластырамыз. Міне осындай. Енді қызып тұрған осындай арнайы құймақ пісіретін табамызға шетінен құйып, екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Осындай шпажка таяқшасын қолдансаңыздар, өте ыңғайлы болады. Міне, блиніміз күшті болып шықты. Бір құйғаннан. Тағы біреуін көрсете салайын осылай. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Достар, менің рецебім бойынша пісіріп көріп, пікірлеріңізді комментарий бөлімінде қалдырыңыздар. Және де лайк басып кетіңіздер. Міне, біздің құймақтарымыз өте әдемі болып шығып жатыр. Міне біз пісіріп болдық. Өте дәмді болды, жұп-жұқа. Менімен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет.